Мен еңбекші Қазақ ауданы Тауқара ауылы Садық Аманжолов атындағы орта мектептің 2 Б сыныбының жетекшісі Каляскарова Гүлжан Дәулетжанқызы. Еңбек өтілімі 10 жыл. Адам қанша жыл өмір сүрсе де, қандай іспен айналысса да, өміріндегі ең ұмытылмас сәттер болып, ол мектепте өткізілген уақыт болып табылатыны рас. Мектеп білім айдынындағы үлкен кеме. Ал мұғалім оның ішіндегі сынып жетекшісі. Осы қоғамдық ортада бала мен ата-анамен ынтымақтастықта, байланыста жұмыс жасайтын негізгі адам. Сынып жетекші оқушы үшін мектептегі басты тұлға. Қандай болмасын, сынып жетекшінің ұйымдастыру қабілетіне байланысты болғандықтан, оған қойылар талап та жоғары. Сынып жетекшілікте жүріп, талай жетістіктерге қол жеткіземін деген сенімді нық айта аламын. Уақытпен бірге қарыштау үшін үздіксіз өз-өзіңді жетілдіріп, мақсатқа жету жолында ерінбей еңбек етуіміз керек. Мұғалім өзінің білімін, шығармашылығын көтеріп отырғанда ғана ол мұғалім. Оқытуды, ізденуді, шығармашылықпен айналысуды тоқтата салысымен, оның мұғалімдігі де жойылады деген қағиданы әрдайым жадымда ұстаймын. Шығармашылықпен айналысу – ол менің хоббиім.